Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 4 қаңтар. Жаңа жылдың шолуын Өскемен қаласында Дубай деген дәмхана. Дубай Усть-Каменогорск деп қойыпты. Дубай Өскемен деп жазса қайтеді, а? Әне. Дубай Усть-Каменогорск деп қойыпты. Дубай Өскемен десе қалай болушы да? Соң кейін кіреберістен бастап міне жерде міне парковка для посетителей кафе Дубай дейді. Қалай ол сонда? Мен жарайды қарадым, ары қарадым, бері қарадым, ойладым, жарайды біреуінде орысша, біреуінде қазақша жазылған шығар деп. Соң кейін екіншісін қарайын, екіншісінде де орысша жазылып тұр. Соң кейін үшіншісінде де келем, үшіншісінде де орысша жазылып тұр міне. Сонда қалай ол? Қалай? Шын көріп шығайық. Не работаем. Сәлем бауырым, қалай? Көріп шығайын тез-тез. Тез-тез көріп шығайын. Жоқ, болмайды аға, вообще. Неге болмайды? Администратор шыққан жоқ бізде. Администратор шыққан жоқ. Мен мына жерден ғана көріп тұрмын. Сен маған мәзірлерін көрсетіңізші. Жоқ, болмайды деймін. Мәзірлерін көрсетші. Мен мына жерден ғана көріп тұрмын. Сендерде ана жерде бәрі орысша жазылып тұрған. Әне. Внимание деп жазып қойыпты. Вход со своей едой, некоп напитками запрещен дейді, штраф дейді. Ол қалай сонда? Неге қазақшасы қайда мынаның? Қазақшасы қайда? Білмеймін аға мен. Сен маған мәзірін көрсетші қазір. Жоқ, болмайды аға кіргі. Жоқ, мен кірмей қойын жарайды. Сен маған мәзірін көрсетші. Сен маған мәзірін көрсетші. Жоқ, не үшін көрсетті? Қазақшасы бар ма? Қазақшасы жоқ бізде. Жоқ па? Неге? Білмеймін неге екен. Иесі қайда? Иесін шақыршы сонда. Иесі Сочида. Сочида ма? Бірдеме дегенде сол жақта бірдеме айтыңыз. Бұнда кіруге болмайды біз, кіргізмейтін бәрін. Ана қарындас бірдеңе айтқысы келіп тұр маған. Жоқ, іштеме деген. Қазақ тілі деген заң бар, білесің ба? Мемлекеттік. Маған не айтасың? Тілдер туралы. Мен кафем емес қалаға бұл. Не? Сочи істеп тұр ғой, істеп тұр ма анау? Жарайды, соған бар керек онда. Жақсы. Мыналар кіргізбейді, жарайды. Бірақ та мәзірлер қазақша жоқ дейді, және көрдіңіздер. Масқара болып жатыр. Екеуінің иесі бірді. Сочи, Усть-Каменогорск дейді. Және Дубай екеуінің иесі бір. Шын көріп шығайық. Мәзірін бәрін. Ойбай, сәлеместер. Мына жерде эвакуациялау жоспар. Қазақшасы жоқ. Мына жерде внимание. Ведется видеонаблюдение. Қазақшасы жоқ. Выход. Қазақшасы жоқ. Қас көрек ары қарай. Мәзірлерін көрейік. Жазуларын көрейік. Сочи, Усть-Каменогорск дейді. Сәлеместер. Қалдарыңыз қалай? Әкімшілік кім? Әкімшіліктен кім бар? Ау, ешкім жоқ қой. Қазақ тілінде қызмет көрсетеле ме біреу маған? Қазақ тілінде мына қарындас істей ме? Қызмет? Жарайды. Қазақ тілінде қызмет етсе, Мынау қазақшасы қайда? Ақпарат. Мынау не жазып тұр? Мен түсініп тұрған жоқпын. Мысалы. Мысалы. Жоқ, анау басқа нәрсе. Жоғалған заттарға неме? Жоқ, қазақшасы болу керек. Тоқта қарындас, жарайды. Мәзір қайда? Мәзір. Ас мәзір қайда? Ас мәзірі? Мұнда тұр ғой, мына жерде.
Кәне, көрсет. Не? Қазақшасы бар ма? А вы для чего снимаете, мужчина? Кәне. Кәне. Орысшасы ана. Казахский меню жоқ, иә? Сіз уже Нету, да? түсініксіз ғой. Вы для чего снимаете? Вы сейчас можете вызвать наряд, и вы для чего снимаете? Звондап шақыр, 102. Мен өзім мынаны қазір сіздерге арыз жазам қазір. Заявление буду писать. Что у вас нету? Нарушается закон о госязыках, статья 21. Это вы прочитайте статью, мы ничего не нарушаем. У нас Нету, да? есть Нету, да? Казахстане. Нету, да? Сен айтшы. Меня не Сен, нужно мен сені снимать. түсірмей, сен айт. Вы меня покажите, что вы меня не снимаете. Мен сені түсіріп тұрған жоқпын, сен скажи, сен білесің ғой, заңды біліп тұрсың ғой, айт енді қалай, айта ғой. А вы что со мной? Я с вами на русском разговариваю, я по-казахски не понимаю. Сен қазақсың ғой. Нет, у меня что на лбу написано, что я казашка, я не казашка. Жоқ, сен закон қалай? Хоть на русском, хоть на английском, скажи мне. Я вам еще раз Как говорю. трактаните мне. Русский язык Ага. такой же, как казах. Потом, И что потом? ты только на русском. Вы что-то не поняли? Вы Жоқ, меню только на русском языке, это вы думаете нормально? Да, я считаю, это нормально. Нормально считаете? Хозяина позовите, пожалуйста. Девушка, вы администратор? Хозяина позовите, пожалуйста. Позовите. 17 номер выноса, свинина одна. Мне нужен хозяин. Мне не надо управляющий. Мне не надо. Я на вас не направляю, у меня вот здесь снимаю. Мне надо хозяина, главного, самого, кто шеф у вас здесь. Давайте. Хозяина сюда. Здесь нет управляющего. Кем ол? Я управляющий. Я же говорю, что нет. Закон на языках знаете, да? Республика Казахстан. У нас мужчина нам советовал, кушали что? Нет, у нас кушали, и что вы пришли, иначе. Я пришел. Я понял, да? Я гражданин Республики Казахстан. Я еще раз повторяю, вы даже к меню не подходили. Я к меню пришел, да? Я хочу на казахском меню. Вы Понимаете? начали вот отсюда У вас, снимать. у вас, у вас, Начали вот отсюда у вас снимать. с входа начинается нарушение закона Республики Казахстан о языках, а именно статья 21. Понимаете? Ладно, к вам придут соответствующие органы. Я сейчас отправлю куда надо документы. Дайте. Мыналар масқара. Көрдіңіздер ме? Масқарам бар осы жерде.